Баршаңызға қайырлы күн, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгінгі видеоблогта зоб ауруы туралы айтатын боламыз. Зоб ауруы қалай басталады, зоб ауруы не деген сұраққа және де қалай емдеуге болады, қандай түрлері бар, толығырақ айтып берем. Каналға тіркеліп, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыз. Қолдап кеткендеріңіз үшін мың алғыс. Зоб ауруы бұл қалқанша безінің жағдайы, біздің тамағымыздағы көбелек тәрізді болып тұратын без. Зоб ауруында қалқанша безі көптеген себептермен ұлғайып кетеді. Кейбір адамдарда көбінесе білінбейтін ауырту сезімі болмайды, ал кей жағдайда адамдарда жұтыну қиындайды және де тыныс алуға тікелей әсер етеді. Былайша айтқанда, зоб ауруы қалқанша безде бір немесе бірнеше түйін түзілуі нәтижесінде болады, немесе қалқанша бездің ұлғайып ісінуінің себебінен болады. Жалпы зобтың қандай түрлері бар дейтін болсаңыз, зобтың қалқанша безінің өсуіне және де мөлшеріне қарай бөлуге болады. Бірінші қарапайым зоб қалқанша безі түгел ісініп, жанасуға теріс болған кезде пайда болады. Бұл ең простой түрі. Және де екіншісі, бұл зоб қалқанша безінің жалпы бірге бетімен қатты немесе сұйық, ішінде сұйық заты бар сияқты болады. Ұстаған кезде қалқанша безіндегі түйін қатты немесе ішінде сұйық зат бар сияқты болып сезіледі. Ұстап, сипап, қолмен ұстағанда байқауға болады. Үшінші, көп деген түйінді зоб. Аты айтып тұрғандай, ұстап көрген кезде түйіндер өте көп болады. Жалпы зоб неден пайда болады дейтін болсаңыз, бірінші йод тапшылығы. Бұл әлем бойынша ең көп таралған түрі зобтың. Яғни қалқанша без бізге гормон өндіру үшін көптеген йодты қажет етеді. Сол себепті йод тапшы болған кезде адамдарда зобқа айналып, зобпен ауырып қалатыны сол. Екінші, Грейвс ауруы. Бұл адамдардың өз иммунитеті, өзінің иммундық жүйесі қалқанша безіне шабуыл жасайды. Демек, гормонды өте көп артығымен бөліп қояды да, сол өз-өзіне мешать етеді. Үшінші, қалқанша рагы. Қалқанша безінің қатерлі ісігі. Бұл органның көлемінің ұлғаюына әкелуі мүмкін. Бұл түрінде қалқанша безінде гормон жетіспейді. Мүлдем аз бөледі немесе мүлдем бөлмейді гормонды. Төртінші, жүктілік. Аяқ ауыр кезде әйелдерде өндірілетін қалқанша гормондарының қалқанша бездерінің ұлғаюы болуы мүмкін. Бесінші, тиреоидит. Бұл жағдай қалқанша безінің қабынуын тудырады. Және де сол себепті қалқанша без ұлғаюға әкеледі. Ұлғаяды және де соңынан ісиді. Қандай адамдарда зоб ауыру қаупі бар дейтін болсаңыз, зобпен ауырып қалу қаупі бар дейтін болсаңыз, онда қалқанша безінің рагы қатерлі ісігі бойынша отбасылық ауырған адамдар, отбасында осы именно қалқанша безінің зобтың рагымен ауырған отбасыларда, сондай адамдарда көп болады. Және де йод тапшылығы бар адамдардың организмінде, ағзадағы йод төмендететін жағдайлар, 40 жастан асқан адамдар, семіздікпен ауыратын семіз адамдар, және де инсулиннің төзімділігі болса, метаболикалық синдром, радиациялық әсер ету, яғни радиация аумақтарында тұрған тұрғындарда да болуы мүмкін. Ал белгілеріне келетін болсақ, жөтел, үнемі жөтел, тыныс алу қиындау, тыныс алу қиындай береді, және де жұтынғанда ауыртпалықты үнемі сезіну, мойын венасының ісініп тұруы, және де екі қолын көтерген кезде, созған кезде бас айналып кету, және де давлениесі жоқ адам болатын болса, аяқ астынан күнделікті давление көтеріліп жүру. Ал кейбір жағдайларда жалпы бұндай ешқандай белгі, ешқандай ауырсыну болмауы да мүмкін. Жаймендеп зоб бастала беруі де мүмкін. Ал әйел кісілерге, қыздарға келетін болсақ, бұл етеккір циклінің тұрақсыз болуы да негізі күдік туғызуға болады. Себебі ол гормондардың салдарынан болады. Жалпы емдеу жолын айтатын болсақ, дәрігерге бару керек. Күдіктенсеңіз, шағымыңыз болса, немесе шағым болмаған жағдайда да жыл сайын өзі бір рет барлық организмді
полностью тексертіп отырған дұрыс болады өзіңіздің денсаулығыңыз үшін. Жалпы зобты анықтау жолдары гормондық тест, антидене тапсыру арқылы, бұл антидене дегенімізде сол анализ, және де УЗИ-ға түсіру, мынау щитовидная железа дейді ғой орысша, қазақша қалқанша без, осыны УЗИ жасатып көруде, және де бұл қалқанша безді сканерлеуде, сонымен қоса биопсия жасау арқылы да анықтауға болады. Жалпы айтқанда, бұл денсаулық басты байлық дейді. Сол себепті дәрігерге барып, барлық керекті анализдердің барлығын тапсырып, егерде сіздерге ем қажет болса, толық емді алып, жаңағы йод жетіспесе, йодтың орнын толтырып, барлығын жасау керек. Йод тапшылығымен ауырған адамдарда 1 курс, 2 курс йодты ішкен жағдайда бұл дереу өзінің қалпына келеді. Зобпен ауыратын адамдарда асқынған түрлерінде білесіздер, көздері де қатты шығып кетеді сыртына. Ол уже соңғы стадиясы деп айтуға да болады. Соған жеткізбей кез келген ауруды ауырған уақытта емдеуге болады. Сол себепті қатты уайымдамаңыздар, жазылмайтын ауру жоқ, зобтың осындай асқынуына жеткізбеңіздер. Жалпы каналға тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға мың алғыс деймін. Лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдырып кетіңіздер. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге денсаулық тілеймін, аман болыңыздар, ауырмаңыздар, және де бақытты болыңыздар, бай бақуатты болыңыздар.